ең соңында нәтижелерді дұрыс есептеп шығаруға көмектеседі. Ал енді бұл жерде мысалы физикалық нақты білімді нақты өмірде қолдану. Мысалы мына жерде кейстер мен мысалдарымыз бар. Оның бәрін айтып отырмай ақ қояйық. Мысалы мына жерде бізде механика бөліміне арналған, жалпы механикадан бастап соңғы 11-ші сыныпқа дейінгі барлық бөлімдер қамтылған әдістемелік құралдар. Жалпы бұл жерде айтатын болса автокөліктің қозғалысы, мына жерде жаңартылған энергия, күн энергиясы, жел энергиясы, солардың барлығын осы жерде жаңа функционалдық. Енді бұлардың бәрі біздің өмірімізде қолданылған ғой. Былай айтқанда әлі қолданып та келе жатырмыз. Және мына жерде медицина саласымен байланыстырып, жаңағы басқа саламен байланыстырып, жалпы күнделікті өмірде осыларды үйренуге, білуге үйретеді. Ал енді бұл жерде тағы айтатын болсақ, мына жерде мұғалімнің рөлі туралы да жазылған. Мысалға, әрқашанда біз сабақтың үстінде оқушыларды ынталандырып, мотивация беріп отырамыз, және тәжірибелік тапсырмаларды ұсынып отырамыз, сыни ойлауға баулып отырып, мұғалімдер осы әдістемелік құралдарымызды тиісті, жақсы қолданады деген оймен аяқтаймын, қорытындылаймын. Жақсы, рахмет назарларыңызға. Келесі қорғай берсем бола ма? Жадыра апа, иә? Қорғай берсем. Поделиться ме? Так. Мен Алматы облысы Іле ауданы Байкент ауылының 45-ші мектеп гимназиясының физика пәні мұғалімімін. Менің қазір күтетіңіз. Менің әдістемелік құралымның тақырыбы жаратылыстану пәндері мен кіріктіре оқытудағы физиканың орны. Келесі. Мақсаты, әдістемелік құралының мақсаты жаратылыстану пәндері жүйесіндегі физиканың орны мен маңызын ғылыми әдістемелік тұрғыдан ашу, мұғалімдерге оқу процесінде пәнаралық байланысты тиімді пайдалануға бағыт-бағдар беру. Жұмысымның міндеттері: біріншісі, жаратылыстану пәндер жүйесіндегі физиканың мазмұнын талдап, оның басқа пәндермен байланысын айқындау, физика сабағында пәнаралық байланысты жүзеге асырудың тиімді әдіс тәсілдерін анықтау және ғылыми тұрғыдан негіздеу, оқушылардың ғылыми дүниетанымын қалыптастыруда физиканың рөлін көрсету, мұғалімдерге кіріктіре оқытуға арналған әдістемелік нұсқаулар мен сабақ үлгілерін ұсыну, пәнаралық байланыс арқылы оқушылардың зерттеушілік, логикалық және шығармашылық қабілеттерін жетілдіру. Өзектілігі: осы менің әдістемелік нұсқаулығымның заманауи білім беру талаптарына сәйкес дайындалғаны, жаңа ішінде физика пәнін биология, химия, география және информатика пәндерімен кіріктіре оқытуда теориялық негіздер мен практикалық жүзеге асыру жолдары жүйелі түрде қарастырылған. Жұмыстың өзектілігі қазіргі білім беру жүйесіндегі пәнаралық байланысты күшейтуге және оқушылардың ғылыми дүниетанымын дамыту қажеттілігімен дәлелденген. Практикалық маңыздылығы: құралда мектеп мұғалімдері, жас мамандар, студенттер мен әдіскерлер күнделікті сабақта немесе қосымша сабақтарда дайындауға болады. Әсіресе функционалдық сауаттылық пен зерттеушілік дағдыларын қалыптастыруда қолайлы болып табылады. Енді бір мысалдан көрсетіп кетейін. Мысалы, мен жаңа айттым ғой, 4 пәнді алдым деп. Осы 9-шы сыныптарға арналған әдістемелік құрал, бұл 9-шы сыныптардың тақырыбы қамтылған. Яғни бұл жерде 6 тарауды алдым. Сол 6 тараудың ішінде әрбір тарауға 4 пәнді кіріктіріп, 5 есептен жаздым. Мысалы, мен кинематика бөлімінде информатика пәнімен кіріктірдім, осы информатикаға кинематикамен байланысына 5 есеп тапсырма болатынмын. Яғни информатикада, мысалы, бірінші тапсырмасын мысал етіп кетейін: қозғалыс графигін Python көмегімен салу. Бұл жерде жаңағы есептің берілгені бар, соның кодын жазамыз Pythonға оқушылар. Одан кейін сол Pythonнан көрдіңіздер ме, графигі шығады.
жаңағы графиктан осындай есеп алуға болады. Келесі екінші кинематика, осы бөлімді биология пәнінен кіріктірдім. Жаяу адамның жылдамдығы мен салмаққа байланысты энергиясын есептеу. Яғни осылай тапсырма түгелдей беріледі. Тапсырмада шешу қадамдары барлығы жазылады. Ең соңында жаңа жауабымен шығады. Бұл нәрселерді күнделікті өмірде мұғалімдер, жас мамандар, студенттер сабаққа қолданса болады. Келесі мысалы тербелістер мен толқындар бөлімі және биология. Адам жүрегінің соғуының тербелісі. Бұл да мінекей жиілік, период. Қазір 9 сыныпта 3-ші тоқсанда тербелмелі қозғалысты бастап жатырмыз ғой. Вот осыны шығарып көрсетсек болады. Содан кейін атомдық және ядролық физика бөлімдерінде биологияны қалай кіріктірдік. Адам денесіндегі радиоактивті калийдің мөлшерін анықтаған болатынбыз, яғни энергиялық жаңағы бөлімін және калийдің қанша мөлшері бар екенін. Осындай әдістемелік құрал жасалған болатын. Енді қорытындылай келе айтып кетсем, жаратылыстану пәндерін кіріктіруде оқытуда физиканың орны айрықша. Ол барлық ғылымдардың өзегін құрай отырып, білім алушылардың әлемді тану қабілетін қалыптастырады. Әдістемелік құралда берілген ұсыныстар педагогтерге пәнаралық байланысты тиімді жүзеге асыруға, оқушылардың ғылыми дүниетанымын кеңейтуге, олардың алған білімдерін өмірлік жағдаяттарда қолдануына жол ашады. Физиканы оқытуды интеграциялық бағыты қазіргі білім беру жүйесін жаңартудағы бірден-бір тиімді жол болып табылады. Сондықтан мұғалімдер физиканы басқа пәндермен кіріктіріп оқыту әдістерін жетілдірсе, оқушылардың да білімі терең, ойлау қабілеті жоғары, шығармашылық әлеуеті дамыған тұлға болып қалыптасады деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет. Жақсы, рахмет. Назерке апай, қорғай бересіз бе? Арайлы, мен қорғай берейін. Мен ана жерде поделиться дегенді басам ба? Иә, поделиться дегенді басасыз. Жақсы. Экран көрінді ма? Жоқ, әлі апай, көрінбеді. Қазір аға, не? Вот. Көрінді ма? Көрінді. Аха. Бастай берейін ба, Арай? Бастай беріңіз, иә, запись жазып. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Мен номер 16-шы орта мектептің Юрий Алексеевич Гагарин атындағы физика пәні мұғалімі боламын. Есімім Мұратқызы Назерке. Мен әдістемелік құрал жаздым. Менің әдістемелік құралымның тақырыбы 7-ші сынып физика пәнінен есептер және тапсырмалар жинағы. Бұл әдістемелік құралдың мақсаты 7-ші сынып оқушыларының физика пәнінен алған теориялық білімдерін есептер және тапсырмалар арқылы тереңдету, оқушыларды өздігінен ойлауға, талдауға және қорытынды жасауға үйрету, сонымен қатар физикалық заңдарды өмірмен байланыстыра білу қабілетін қалыптастыру. Жалпы бұл әдістемелік құралымның өзектілігі 7-ші сынып негізі физика пәнінің негізі қаланатын маңызды кезең ғой. Осы сыныпта қалыптасқан білім мен дағды оқушының алдағы сыныптарда пәнді терең меңгеруіне тікелей әсер етеді. Сондықтан есептер мен тапсырмаларды жүйелі, саналы әрі берік меңгеруіне мүмкіндік. Әдістемелік құралды пайдалану нәтижесінде оқушылардың физика пәніне қызығушылығы артады, есеп шығару дағдылары қалыптасады, өздігінен ой қорыту қабілеті дамиды, зерттеушілік және шығармашылық белсенділік артады, оқу жетістіктері жақсарады. Енді бұл жерде әріптестер мен жаңағы физика оқулығының барлық бөлімдерін жаңағы қамтитын есептер және тапсырмалар жинағын құрадым. Былай құраушымын. Енді әр бөлімде теорияны бекітетін сұрақтар, практикалық есептер, деңгейлік тапсырмалар, жаңағы АВС деңгейлі және жаңағы бұл оқушының жеке мүмкіндігіне қарай жұмыс жасауына мүмкіндік береді. Енді бұл жерде қазір мен мына нені көрсетсем ашыла ма екен?
әдістемелік құралды. Оған да не беру керек па? Жоқ, нақты айта беріңіз. Арай, қазір мен әдістемелік құралым ашылды ма? Ашылған жоқ әлі. Мен жалпы жаңағы физика оқулығының барлық бөлімдерін қамтыдым. Физика, табиғат туралы ғылым бөлімі, механикалық қозғалыс бөлімі, өзара әрекеттесу бөлімі, қысым бөлімі, жер және ғарыш бөлімі. Мен енді бірнеше рет ауданға барып тексерттім ғой жұмысымды. Сол кезде тапсырмаларды қазір енді барлық жерде доступ бар. Ол сенің әдістемелік құралыңның жаңашылдығы бір басқаша болу керек. Фишкасы ол есептердің және тапсырмалардың жинағын құрай салу. Ол жаңағыдай доступный нәрсе. Негізі енді сен соны басқаша форматта дайында деп Қарашаш апай айтқан болатын. Сол кезде мен өзімнің мына тапсырмалар және жаңағы есептер жинағыма жасанды интеллект платформаларын қолдандым. Сол жасанды интеллект платформаларының ішінде жаңағы Умайгра, WordWall, Learning Apps, жаңа EducaPlay, Bambazzle, Bambazzle, сосын WineGride, осы форматтарды жаңағы әдістемелік жасанды интеллект платформаларын қолданып, және өзімнің сол әдістемелік құралымда жаңағы сілтемелер арқылы, одан кейін жаңағы QR-код арқылы берген болатынмын. Жалпы әдістемелік құралымның мазмұны осы. Қазір мен әдістемелік құралымды көрсетсем, Арай апай, әдістемелік құралыма тағы не беруім керек па, доступ беруім керек па? Ашылмай тұр ма? Менің әдістемелік құралым көрсетілмей тұр, иә? Оны айтпай-ақ қойын ба? Айтпай-ақ қойыңыз оны, мынандай. Онда мен қорытындыма келетін болсам, жалпы алған кезде қорытындылай келем. Ұсынылған әдістемелік құрал оқушылардың физика пәнінен білім сапасын арттыруға, есеп шығару дағдыларын жүйелі қалыптастыруға, танымдық зерттеушілік қабілеттерін дамытуға бағытталған. Әдістемелік құралды жалпы оқушылар да қолданса болады. Одан кейін жаңағы жас мамандар қолданса болады өздеріне. Одан кейін жаңағы факультативте қайталау үшін қосымша дайындық барысында тиімді қолдануға болады. Одан кейін жаңағы әдістемелік құралымда сол әр тапсырма жеке бетте болатындай дайындаған болатынмын, чтобы ана не істеген кезде жаңағы шығарып алатын кезде жаңағы шығарып сол тапсырма ғана тұратындай. Одан кейін сол мына жасанды интеллект жаңағы платформалар қазір өте қарыштап дамып жатыр ғой. Сол үшін соны доступны қылу үшін жаңағы QR-кодпен берген болатынмын. Назарларыңызға рахмет, осы айтатыным. Жақсы. Онда мен қорғай берейін, одан кейін мұнда қалған екі мұғалім ба қалды ғой деймін. Құрметті әріптестер, менің авторлық бағдарламам бойынша әдістемелік құралымыз авторлық бағдарлама физика және күнделікті өмір функционалдық сауаттылықты қалыптастыруға арналған практикалық тапсырмалар 7-11 сыныптарға арналған авторлық бағдарлама. Жалпы жұмыстың өзектілігі білімді қолдану, қазіргі қоғамда білім жағдайларын қолдана білу басты талап. Яғни енді физиканың рөлі физика оқушыны нақты құбылыстарды түсіндіруге, табиғат заңдарын қолдануға үйретеді. Байланыс маңыздылығы физиканы өмірмен байланыстыру оқушының ынтасын арттырып, қажетті құзыреттілікті қалыптастырады. Енді ғылыми әдістемелік деңгейі және жаңашылдығы, ғылыми әдістемелік деңгейі бағдарламаның заманауи педагогикалық ғылымға, құзыреттілікке негізделген білім беру тұжырымдамасына сүйенеді. Физа Таймс талаптары ескеріледі. Жаңашылдығы физиканы өмірмен байланыстыратын практикалық тапсырмалар жүйелі түрде ұсынылады. Әр тапсырма шығармашылық, зерттеушілік, сыни ойлауды дамытуға бағытталған. Оқушы тек дайын білімді меңгермей, оны тәжірибе арқылы қолдануды үйренеді. Енді мақсат мен міндеттерін айта кетсек, оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру, білімді күнделікті өмірді қолдануға, ғылыми ойлауға, зерттеу дағдыларын дамытуға жағдай жасау.
міндеттері физика заңдылықтарын өмірде қолданысын көрсетеді, практикалық тапсырмалар арқылы сауаттылықты дамытады, жаратылыстану, математика пәндері арасында байланысты ашады, шығармашылық ойлау, эксперимент жүргізу дағдыларын қалыптастырады, ғылыми тілде сөйлеу дәлелдерін келтіруге үйретеді. Жалпы теориялық маңыздылығы және практикалық маңыздылығы бұл жерде бағдарлама физиканы оқытудан құзыреттілікке негізделген тәсілді толықтырады, функционалдық сауаттылық ұғымын пәндік мазмұнын байланыстырады. Практикалық маңыздылығы тапсырмалар мұғалімдерге сабақта, үйірмелерде қолдануға ыңғайлы, оқушылар білімін тұрмыстық техниканы, табиғи құбылыстарды түсіндіруге пайдалана алады. Олимпиадалық дайындыққа ресурс бола алады. Енді күтілетін нәтижелер білімді байланыстыру, жалпы сауаттылық қалыптастыру, дағдыларды дамыту, мотивацияны арттыру, өмірде қолдану мәдениеттері арқылы нәтижелер күтетін боламыз. Мен енді 34 сағатқа арналған күнтізбелік тақырыптық жоспар, бұл жерде 4 бөлім бойынша тұрмыста, физика технологияда және физика қоғамда зертханада қолдану бойынша. Нақты барлығын айтып отырмаймын, менде бір ғана 34 сағатқа арналған қымызды жасалған қысқа мерзімді жоспар, соның бір қысқа мерзімді жоспары нақты мына жерде көрсетілген тәжірибе арқылы QR кодтар сканерленіп, оқушылармен жұмыс жасалған. Және бұл жерде жасанды интеллект құралдары толығымен қолданылған 34 сағатқа арналған қысқа мерзімді жоспармен жасалынған авторлық бағдарлама. Енді соңында қорыта келе, бағдарлама оқушылардың функционалдық сауаттылығын нығайтып, оларды болашақтағы кәсіби таңдауға және өмірлік мақсаттарын жүзеге асыруға дайындайды, жаңа ғылыми техникалық сынақтарға бейімделген құзыретті тұлға ретінде қалыптастырады. Менің бүгінгі авторлық бағдарламам осы. Рахмет тыңдағандарыңызға. Келесі Амир ағай ғой деймін. Сіз ғана қалдыңыз. Амир қалған деп тұр. Ол кісі бар ма бұл жерде? Отыр екен мұнда. Бармыз. Сіз Көрінді ма? Назерке апай, сіз мені Телефон алып тастайсыз ба демонстрацияңызды? демонстрация қосылып тұрған жоқ, мен телефонмен отырдым. Менде ноутбукпен етсем демонстрация видеоны қосқан кезде сет қатып қалып отыр. Қазір мен былай. Камераны өсіріп көрсетсем бола ма деген ғой. Маған жіберіп қоймақсыз жаңа, мен мына жақтан демонстрация жасайтын едім. Жібере аласыз? Жіберіңіз? WhatsApp-қа? Иә, неңізді, жұмысыңызды. Басқа мұғалімдер біттік қой, иә? Барлығымыз тапсырып. Номер айтып жібересіз бе? WhatsApp номер. Жаңа сіз маған жазған жоқсыз ба? Жоқ, мен жазған жоқпын, менде әлі физиктеріне бүгін қосылдым. 778 497 7698. Қазір бір 2 минут күте тұрыңыздар, мен ашып алайын енді.
Ағай, бастай беріңіз. Аха. Так. Мен әдістемелік құралының тақырыбы жасанды интеллект арқылы оқушылардың физикалық модельдеу дағдыларын дамыту. Яғни 8-ші сыныпқа арналған. Бұл жұмыстың өзектілігі физика пәнін оқытуда дәстүрлі әдістер көбінесе теория мен дайын тәжірибелерге сүйенеді. Сондықтан оқушылардың сыни ойлауын, модельдеу қабілетін дамыту үшін инновациялық технологияларды қолдану бүгінгі күннің өзекті мәселесі. Жасанды интеллект құралдары, яғни виртуалды зертханалар, симуляциялар, интеллектуалды платформалар физикалық құбылыстарды нақты әрі көрнекі түрде көрсетуге мүмкіндік береді. Бұл әдіс білім сапасын арттырып, оқушылардың зерттеушілік қызығушылығын күшейтеді. Менің әдістемелік құралының мақсаты жасанды интеллект технологияларын пайдалану арқылы оқушылардың физикалық модельдеу дағдыларын дамыту, зерттеу қабілетін қалыптастыру және физика пәніне деген қызығушылығын арттыру деп алдым осы жұмыстың мақсатын. Енді әдістемелік құралдың міндеттеріне келетін болсақ, жасанды интеллекттің физика сабақтарындағы мүмкіндіктерін анықтау, виртуалды зертханалар мен симуляциялар арқылы модельдеу тәсілдерін меңгеру, оқушылардың зерттеушілік қабілетін дамытуға бағытталған тапсырмаларды ұсыну, физикалық құбылыстарды тәжірибелік жолмен түсіндіруде жасанды интеллект құралдарын қолдану, мұғалімдерге әдістемелік қолдау көрсету. Бұл әдістемелік құралдың жаңашылдығы физика сабақтарында жасанды интеллект құралдарын жүйелі қолдану, құбылыстар тек тәжірибе арқылы емес, жасанды интеллект негіздерінде модельдер арқылы жасау, оқушылардың жеке траекториясына бейімделген тапсырмаларды құрастыру, цифрлық ортада топтық зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру. Бұл әдістемелік құралдан күтілетін нәтиже: оқушылар жасанды интеллект көмегімен физикалық құбылыстарды модельдей алады, зерттеу жүргізіп, нәтижесін талдап, қорытынды шығару дағдылары қалыптасады, физикаға деген қызығушылығы артады, шығармашылық ойлауы дамиды. Оқушылар заманауи технологияларды сауатты қолдануға машықтанады. Бұл жерде мен көп нәрсе алған жоқпын. Презентацияға салған кезде тек 2 ғана кестені қойған болатынмын. Оның бірі виртуалды зертханалардың артықшылықтарымен дәстүрлі зертханамен салыстыру. Екіншісі физика пәніне жасанды интеллектті қолданудың мүмкіндіктері. Соның ішінде келетін болса, физиканың механика бөлімінде жасанды интеллектті қай жерде қолдана аламыз. Яғни қозғалыс траекториясын модельдеген кезде біз GeoGebra немесе Algodo деген платформалар арқылы осы механика бөлімін көрсетуге болады. Немесе электр құбылыстары, мысалға 8-ші сыныпқа қарайтын болсақ, сол жерде зертханалық жұмыстар кезінде біз цвет симуляциясы арқылы жасаймыз. Немесе оптикаға келетін болса, жарықтың сынуы мен шағылуын анимациялауды көрсете алады екенбіз. Енді бұл виртуалды зертхана мен дәстүрлі зертханаларды салыстыратын болсақ, құрал жабдық бізде қазіргі уақытта мектептерде ең басты проблемалардың бірі нақты құралдардың болмауы. Осы жерде бізде виртуалды зертхана көмектеседі. Екінші, қауіпсіздігі. Яғни қауіпсіздікке келетін болсақ, бізде кейбір тәжірибелер қауіпті болып табылады. Яғни тоқ немесе химиялық реакциялар болады. Виртуалды зертхана кезінде бізде қауіпсіз орта пайда болады. Үшінші, қолжетімділік. Жаңа айтылған құрал жабдықтың жетіспеуі. Төртінші, тәжірибені қайталау мүмкіндігі. Яғни шектеулі, кейде уақытпен құрал тапшы болады дәстүрлі зертхана кезінде. Ал виртуалды зертхана кезінде қалағанша қайталауға болады. Бағалау. Мұғалім бақылауына тәуелді болады дәстүрлі зертхана кезінде, ал виртуалды зертханаларда бізде автоматты түрде нәтиже шығып келеді. Қорытындылай келе, зерттеу нәтижелері көрсеткендей, қазіргі білім беру жүйесінде цифрлық технологиялар мен жасанды интеллект құралдарын тиімді қолдану оқыту сапасын арттырудың басты тетіктерінің бірі болып табылады. Цифрлық орта оқушының пәнге деген қызығушылығын күшейтіп, білімді қабылдауын жеңілдетеді, шығармашылық қабілеттерін дамытады және оқу процесіне белсенді қатысуына ықпал етеді. Интерактивті ойындар, виртуалды модельдер мен анимациялар немесе геймификация
элементтері білімді меңгеруді ойын түрінде ұйымдастыруға мүмкіндік беріп, мотивацияны жоғарылатады. Менің айтайын деген осы бөлімде назарларыңызға рахмет. Жақсы. Енді кім қалды? Так, Айфон Нұрзат деген. Кімдікі? Болды ма әріптестер, қорғап барлығыңыз? Онда аяқтаймыз. Нұрзат деген бағана болды ғой. Болды, Қорғап иә? шықты ғой. Иә. 51-ші мектепте бір мектеп қорғап жатыр. Болды, онда бір ағай қалды, енді ол кісі өзгерген жоқ, жарайды. Записьті аяқтай берейін.